Нұх пайғамбар қазығұртқа тоқтағанда, оның қауымында 40 адам болыпты. Оның ішінде 5 жасар баласы бар, бір әйел бар еді. Баласының аты көк екен. Нұх қауымына: жердің қарасы көрініп келеді. Балауса шөп енді өсіп жетіледі. Жаңа шыққан өсімдікті жұлмаңдар, деп ескертіп еді. Ақылсыз бала оның насихатын құлаққа ілмейді. Ол жаңа гүлдеген шөптерді бей-берекет жұлып ойнапты. Тұқым шашуға жақын қалған әдемі гүлдердің наласы ұрса керек. Сол түні бала науқас тартып жатып қалады. Таңға жетпей жан тапсырады. Артынша ызғар жел тұрып, күн суып кетеді. 40 адамның бәрі әртүрлі аурудан ажал құшады. Нұхтың 3 баласы ғана апаттан аман қалыпты. Тіршілік осы үшеуінен жалғасқан екен.